Армысыздар ардақты ағайын, есімім менің Назира Сұлтан-Мұратқызы, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы қара сөздер, құлшылыққа қатысты мақалалар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Абайдың 24-ші сөзі. Жер жүзінде 2 миллионнан көп артық адам бар, 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қала бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып бір-бірімізді аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан, түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрмай тыныш таба ма? Абайдың 25-ші сөзі. Балаларды оқытқан жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болды. Оның үшін бұл жерде дарухалап, мұнда әуелі мал табу керек. Онан соң араб парсы керек. Қарнаш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Аша-пішімге малдың тапшылығы да ағайынның араздығына, әртүрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге, үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққан қақсатады. Тек майордың күлгені керек деп, бір жері ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қалауымен тағы да қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп және үйренушілер көбейсе, олықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оққан балалардан артық жақсы кісі шыға алмайда тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынмен араздасқанда сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанменен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейліп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малын неғып шығарсын? Турасын айтқанда, балаңа қатын әперме, енші берме. Барыңды салсаң да, балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол малайыр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсете ме, өзі рахат көре ме, я жұртқа рахат көрсете ме?